Қыздар қалайсыздар? Бүгін Иконика брендінде стилист күні. Қазір мә ойлаңызшы, күшті брендте мен бүгін стилист ретінде қызмет атқарамын. Күшті ғой, иә? Бұрындары бұл брендтермен жұмыс жасау маған негізі арман еді, қыздар. Бүгін мына пиджактың қызыл кілемге шығатын күні. Осымен образ құрайын ба деп тұрмын, бірақ әлі миымда бір анау айтқандай картина жоқ. Таптым, қыздар. Осыны пиджактың астынан киеміз, және юбканың сыртынан анау ар жақ бер жақ көрініп тұратын юбкам бар еді ғой, соны қондырамыз. Шамамен осылай болады. Қазір аяқ киім, әшекей, образ одан әрі қарай жарқырап кетеді. Мынаның жағасын ше көтерем. Шық. Неге бұл аяқ киім? Образдың бір өте түзу, ережелерге сай болғанын қалап тұрған жоқпын. Я, ақшыл етік киюге болады, бірақ мен осы етікті образдың акценті қылғым келеді. Шамамен осындай образ, шамамен деген болмайды. Меніңше етік күшті толықтырған секілді, образы сіздерге қалай? Осылай болады. Жалпы образ осындай. Біріншіден өте ыңғайлы. Мен клиенттермен жұмыс жасай аламын. Оның үстіне бүгін ауыл аймақтан жазған қыздар өте көп, маған салып жіберіңізші деген. Соларға да онлайн таңдап салып жіберемін. Және де стилист болып жүрем. Аяғымдағы етігімнің ыңғайлы екендігі өзіме ұнап айтпақшы, бұл Иконика, қыздар. Сәттілік деп қойыңыздар. Қаза бұлғары. Енді бұлғарысының жұмсақтығын айта алмаймын. Маған ұнайтыны мынаның мына жері ұзындау. Образға бір андай күшті эффект беріп тұр. Өте ыңғайлы, юбкамен, шалбармен барлығымен келе береді. Өте ыңғайлы. Өте. Ауыл аймақта клиенттерімді ойлап тұрмын. Қыстық етік өз 35-ші өлшемде ғана қалған, соны салып жібергім келіп тұр. Бағандан бері осы жерде стилист болып көп нәрсені байқап жатырмын. Аяқ киімге қаншалықты мән беретін, аяқ киімге ақша аямайтын қыз-келіншектер, әпкелер қандай көп деп ойладым. Айтады ғой, анау не пайда дүниенің кеңдігінен аяқ киімің тар болса егер. Расымен де, қыздар, біз пиджакты арзанға алуымыз мүмкін, біз әшекейді арзанға алуымыз мүмкін, біз жаңағы юбканы арзанға алуымыз мүмкін, бірақ аяқ киімге келгенде, сапалы аяқ киімге келгенде ақша аямауымыз керек деп ойлаймын. Сондықтан да әр қазақ сапалы аяқ киім дейсің.